Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері? Бүгін сіздермен асқабақ қосып нан жасайтын боламыз. Дұрушсыз, өте дәмді, әрі оңай нан. Каналға тіркеліп, лайк басып, көріп отырыңыздар. Бұған керегі асқабақ, тұз, ұн, май, сұйық май, жұмыртқа, бұл жерде бал, қопсытқыш, мускатный орех, асқабақтың дәні. Асқабақты пісіріп қоссаңыз да болады, жөргіден өткізіп қоссаңыз да болады, пісірген дұрыс қой деймін. Асқабағымызға майымызды, жұмыртқамызды, тұзымызды, балымызды қосып блендерлеп алатын боламыз, бір қалыпты сұйыққа келтіру үшін. Жақсылап араластырып аламыз. Өте жылдам. Өте дәмді нан болады. Онымызды електен өткізіп алып, қопсытқышымызбен мускатный орехымызды салып, порошоктарын, бұдан кішкене қастың ұшында ғана болса болады, қопсытқышты бір чайный ложка салу керек. Осылай. Енді осыны қасықпен араластырып елеп аламыз. Қою болмайды, бұл өте қатты қою, қаймақтай болады қамыры. Осылай бір қалыпты етіп араластырып, бір 5 минутқа бетін жауып қойып қойсаңыз да болады. Сіз бака қалпын дайындап отқанша істей беруге болады. Менде шағын осындай кольца болатын. Осыған пищевой пакеті салып, осыған жауып алдым духовкаға. 180 градуста 25 минутта піседі. Жақсылап бәрін салып, бетін түзулеп, бетіне асқабақтың дәнін салып, күнжітіңіз болса күнжіт салуыңызға да болады. Басқа керекті нәрселеріңізді салғыңыз келген сала беруіңізге болады. Қамырдың өзіне құрамына да салуға болады, бетіне сеуге болады. Мен тек қана бетіне септім асқабақтың дәнін. Енді осыны духовкада пісіріп алатын боламыз. Духовкада пісіп жатыр. Дайын болды біздікі. Сіздермен бірге болғандарға комментарий жазып, лайк басып, каналға тіркеліп отырыңыздар.